Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адам организмінің шлакқа толып қалғанының белгісін және де одан қалай құтылуға болатынын айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, қызықты жерлерін жіберіп алмаңыз. Соңғы кездері өзіңіздің ұйқыңыз қанбай, шаршап жүргендей сезінесіз бе? Тіпті бойыңызды билеп алған әлсіздік төсектен тұрғызбай ма? Мұның бір ғана себебі бар. Аталған жағдай ағза шлакқа толғанда ғана көрініс береді. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Арнамызды қолдап, арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Шлак алдымен бауыр мен бүйректі жаулап алады. Өздеріңіз білетіндей, бұл екі ағза да тазалаушы қызмет атқарады. Бауыр зиянды заттарды зиянсызға айналдырса, ал бүйрек қоректік заттарды жинау және де оларды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметі дұрыс атқара алмаса, ағза шлакқа толады. Ал ағза шлакқа толса, мынадай белгілер береді. Біріншісі шаршау. Қанша ерте жатып, кеш тұрсаңыз да шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Бұған ұйқының қанбауы, көп жұмыс істеу, дұрыс демалмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнді түнге ұрып ұйықтасаңыз да, күні бойы бір орында отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңізге ағзаңызды жаулап алған шлак себеп болады. Бұдан шығатын жол таңертең тұрғанда кофе ішіңіз және де тәбетіңіз тартатын тәттіні жеңіз. Бұл ағзаны қуаттандырып, зиянды заттармен күресуге көмектеседі. Екіншісі артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз. Ол оңай іс емес. Калориясы төмен тағамдарды тұтынғаннан дәрумендер мен минералды заттардан қалып қаласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды алмаған соң шлакты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де ағзаңыз шлакқа толады. Бұдан шығатын қорытынды артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың диетасын сақтаңыз. Жағымсыз иіс. Ағза шлакқа толған кезде тісіңізді қанша жусаңыз да, қанша рет сағыз шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шлак себепші екенін білгеніңіз жөн. Бұдан шығатын жол терапевт пен гастроэнтерологтың кеңесін алыңыз. Асқазан мен бауырды тексертіңіз. Қажет болса арнайы дәрілердің көмегімен жудырып ем қабылдаңыз. Төртінші, іш қату. Шлакты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шлак толады. Егер сізді іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығуы тиіс улы зат ішекте қалып қояды. Салдарынан денеге кері әсерін тигізіп, теріңізді қартайтады, қарайып кетеді және де дақ басады. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Бұдан шығатын жол алдымен тамақтану мәзіріне мұқият болыңыз. Ешқашан жартылай піскен, химиялық затқа бай, әрі консервіленген тағамдарды тұтынбаңыз. Мейлінше дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Суды көбірек ішіңіз, жеміс пен көкөністерді жуып жеңіз. Қайнатылған және де буға піскен тағамдарды жеуді әдеттендіріңіз. Бесінші, иіс сезгіштік. Ағза шлакқа толса, адам өзіне өзі иіс сезгіш болып алады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптеген әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды немесе жағымсыз иісті сезе бастасаңыз, дертіңізге шипаны өзіңізден бастаңыз. Ағзаны шлактан тазартып, оны қалпына келтіруіне ықпал етіңіз. Бұдан бөлек, арнайы дәрігермен кеңес алып, 3-7 күндік тазалау әдістерін қолданыңыз. Алтыншы, бұлшықеттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба? Бейне бір денеңізді ұрып тастағандай күй кешесіз бе? Оған да себеп ағзаның шлакқа толуы екен. Егер сіз ешқандай спортпен айналыспай, ауыр жаттығу жасамай, жұмыс істемесеңіз де бұлшықетіңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шлактан тазартыңыз. Жетінші, терідегі проблема. Ағза шлакқа толған кезде беттен көрініс береді. Бетіңізді дақ басып, қарая бастайды. Кей жағдайларда дене бөртіп, қышып, маза бермейді. Бұл жағдайдан ағзаны тазарту арқылы құтыла алатыныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазанның айнасы екенін ұмытпаңыз.
Бұдан құтылу үшін қымбат крем көмегіне жүгініп ақша құртудың қажеті жоқ. Жай ғана бауыр мен бүйректі жуғызыңыз. Сонда тері өз-өзінен тазаланып жасара бастайды. Ендігі кезекте мен сіздерге ағзаны тазалайтын 6 әдіспен бөлісейін. Бұл әдісті күнде жасасаңыз, сол кезде ағза шлактан тазаланады. Негізінде ағза жейтін тамақтың әсерінен шлакқа толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Сондықтан бәріне өте мұқият болғаныңыз абзал. Ал мына 6 әдісті күнде қолдану арқылы шлактан тазартып, қайта шлакқа толмауға жол бермейсіз. Бірінші, су ішіңіз. Су ағза үшін өте пайдалы. Ең басты ағзадағы артық заттар мен шлактарды шығарады. Егер ішек пен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда шлакпен өзі-ақ күресіп, сыртқа шығарып тастайды. Ендеше күніне 8-10 стақан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Екінші, лимон су. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стақан лимон су ішіңіз. Өйткені лимон суының уытсыздандыратын қасиеті бар. Ал лимон шырынының асқазан мен бауырға өте пайдасы көп. Сіз лимон суын ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазан керегін алып, зиянды заттарды өзі-ақ шығарып отырады. Смузи, жеміс пен көкөністен дайындалған коктейль. Бұл ағзадан артық заттарды тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мерзіміне қырыққабақтан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден және де ананастан жасалған смузи дайындап ішіңіз. Көк шай. Ағзаны уыттан қорғау үшін көбірек көк шай ішіңіз. Ол ағзаны шлактан қорғайтын антиоксидантқа бай. Құрамындағы глутатион шлакты шығаруға ықпал етеді. Микроэлементтердің қайнар көзі саналатын полифен майды ерітетін гормон бөледі де, нәтижесінде шлактан арыласыз. Егерде күніне 2 кесе көк шай ішсеңіз, ағза сымбатты болып, қуатыңыз сымдай тартылады. Жаттығу. Терлеу уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс, ал ағзадағы кез келген шлакты терлеу арқылы шығаруға болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу қажет. Моншаға түсіңіз, парда отырыңыз. Міне осы қадам арқылы шлактан тазалана аласыз. Соңғы кеңесіміз стресстен құтылу. Ағзаға шлак дұрыс тамақтанбағаннан жиналады, бірақ одан бөлек стресс те себеп болады екен. Сол үшін кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Егер де ағзаңыз тозып кетпесін десеңіз, күнделікті көңіл күйде жүріңіз. Міне, ағзаны қалай тазарту керектігін білдіңіздер. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Дертке шипа арнасы. Сау саламатта болыңыздар.